Бәріне сәлем, менің есімім Рахат. Мен Гонконгта магистратура оқып жатырмын. Магистратураны HKBU, яғни Hong Kong Baptist University деген университетте оқуға келдім. Мен мамандығымның аты Data Analytics and Business Economics, яғни Business School. Оқу жылы енді басталды, қазір қазан айының басы. Енді бұйыртса алдағы уақытта көреміз. Әлі midtermдар, final экзамдар болған жоқ. Midtermдар енді басталады. Мен үшін магистратураны оқу қатты қиын емес секілді болып көрінді. Себебі мұның жақтағы біраз сабжекттерді біз бакалаврда қарастырып қойғанбыз. Бірақ қалайда дегенмен экономика, статистика сабақтары сәл қиынырақ, өйткені онда математика өтіп жатыр. Жалпы осындай кішігірім блоктарда мен Гонконг пен Қазақстанды, Гонконгтағы университеттер мен Қазақстандағы университеттерді, мұн жақтағы халықты, Қазақстандағы халықты салыстырғым келеді. Алдағы уақытта осындай кішігірім информативті қызық блогтар түсірсем деген ниетім бар. Қызықты сұрақтарыңыз болатын болса, білгілеріңіз келетін нәрселер болатын болса, міндетті түрде жаза кетіңіздер маған. Сол сұрақтарды қарастырып, жауап беріп, видео түсіруге тырысатын боламын. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, коммент жазамыз. Университеттен кішігірім көрініс осындай. Мынау екі билдингді қосатын бридж, мост, яғни көпір. Қаланың мына беті былай көрінеді. Үлкен ғимараттар. Зор ғой. Мен видео түсірген жерім жаңағы анау аяқтағы жер. Ладно, anyway. Мынау біздің университет. Университеттің кішігірім полясы. Мұнда Рональдо келіп ойнаған. Аль-Наср келіп осында жаттығулар жасаған жазда. Бірақ ол кезде мен болмадым. We studied for 4 days. We got A+. It's for him. It's easy, brother. For us, it's not easy. His background was econ. His background was data analytics. I don't know how he completed everything very well. How he got A-. I feel that this teacher will give us good marks. Though, because he knows how he is teaching, he knows how we are not responding. He sees our faces, confusing faces in class, you know. Это уже как свадьба, да, почти?